Екеуінің махаббаттарына қызғана да, қызыға да қарайтындар аз болмады. Ғашықтардың қуанышына куә болған достары бас қосу тойын көпке дейін жыр етіп айтып жүрді. Жоғарғы оқу орнында оқып жүріп танысып, табысқан екі жастың жетсек деген амал мақсаттары көп болатын. Маржан 2003 жылы заң институтын қызыл дипломмен бітіріп, көп ұзамай аудандық ішкі істер бөліміне сарапшы маман ретінде жұмысқа қабылданды. Ал Мура бұл уақытта өзінің мамандығы бойынша ішкі істер органында жедел уәкіл болып қызмет етіп жүрген. Көз тиді ме, сөз өтті ме кім білсін, олардың отбасылық бақытты күндерінің қуанышын әлде бір қырсық қиып түсті. Үйлену оңай, үй болу қиын дегендей, араларына бір сайтан кіріп алғандай сөздері жараспай, орталарына әлде бір тылсым сыр орнығып алды. 2004 жылдың маусымынан бастап Маржан көз жасын көл ете жүріп, таро атты балгерлікпен айналысатын көріпкел сымаққа жиі баратынды шығарды. Қу құлқаны үшін арамдық пен аярлыққа именбей баратын кемпір Маржанның басын шырмап алды. Күйеуің нашар адам, өлтір деп қайта-қайта ескерте беруі келіншектің жанына маза бермеді. Әйтсе де кемпірдің бұлайша азғыруына не себеп болғаны түсініксіз. Кемпірге күніне 2-3 рет бармаса, басы ауратындай күйге түсті. Маңдайына қара күштің толқындарын топтастырған кейуананың іздегені де осы еді. Сұңғақ бойлы, сымбатына көз сүйенетін жігіттің түр тұлғасы кез келген қыз келіншектерді жүрегін бірден жаулап алары сөзсіз болатын. Мұны жақсы білетін Маржан амалсыз қызғаныштың қыл шылбырына іліккен болу керек. Ал Мураның алаңсыз күн кетіп, түн қайтуы сақшы өмірінде үйреншікті құбылыс деп қабылданатын. 22 жастағы шаңырақ иелерінің төріне озған азғындық күн өткен сайын бір қан құйлы сұмдықты жақындата түсті. Маржан күнделікті жұмысына барып, құқық қорғаушылардың ауыр жұмысына қаныққан сайын қамыға түсті. Себебі күнделікті кісі өлімі мен жауыздықтың неше түрін көзі көріп, өзі фотобейнеге түсіретін. Бойына бала бітіп үлгермеген жас әйелдің жанарына неліктен мұншама қан толып үлгергеніне таң қалмасқа шараң жоқ. Соңғы кездері Айнабұлақтағы пәтерлеріне таныстары да сирек бас сұғатын болған. Осыдан бір шама уақыт бұрын ғой, қатар құрбыларынан пәтерлері бір босамаушы еді. Маржан ұжымында қағылез, білікті, білімді маман болып қалыптасты. Қызметтестерінің айтуынша, ол көпшіл әрі мейірімді болып көрінетін еді. Ал сайтанның азғыруына тап келген жанды тек қасиетті Құранның құдіретімен ғана құтқаруға болады дейді діндарлар. Мүмкін солай да шығар, бірақ бір отбасының шырқын кетіріп, олардың қанға бөгуіне мүмкіндік жасаған жанға қандай жаза лайық. Бұндай жауыздыққа мұрындық болған кемпірдің кесірінен басқа қаншама адамдар жапа шеккені белгісіз. Сол бір қарғыс атқан күні де айдана жұмыстан соң жолай кемпірдің үйіне соққан. Бүгіннен қалмай істі тыңдыр, өзіңнің қолың бармаса деуді жалда, олай етпесең өзің құрыйсың сорлау деген соң, неге болса да бел шешкен келіншектің көпке дейін алабұртып мазасы болмады. Ол Мураны әдеттегідей ұзақ күтті. Түн жарымында келіп, ас суын ішпестен төсекке құлай кеткен оның сәл-сәлден соң қатты қорылы естіле бастады. Күйеуінің әр қимылын қапысыз баққан Маржан орнынан жайлап тұрып, дайындап қойған қайшыны қалай қолына алып үлгергенін өзі де байқамай қалды. Басына сан түрлі сұмдық ойдың жетегімен басқан әр адымы Мураның жас ғұмырын қысқарта түскендей. Ауыр жұмыстан қажып шаршап жатқан жігітті ғайыптан бір күш келіп оятып жібергенде тірі қалуы да ғажап емес еді. Шалқасынан жатқан оның жүрек тұсына қорс еткізе қайшыны бойлата салған Маржанның өзі де қорыққаннан кері секіріп түсті. Ұйқысынан мәңгіге ояна алмаған Мура аз-кем қырылдап барып жан тапсырды. Есін жия салысымен айдана дереу балгер кемпірге
қоңырау соқты. Енді не істеймін? Ақыл қосыңызшы деген оның жалынышты даусына кемпір түнделетіп келетінін, ешқайда шықпауын сұрады. Уәделі уақытта ол да жетті. Екеулеп жүріп, мәйітті кілемге ораған олар Айнабұлақтың адам сирек жүретін қараңғы көше қиылысына апарып тастайды. Кілемді қайта көтеріп үйге келген соң кемпір, мен туралы ләм деп жақ ашушы болма. Мен бәрін біліп отырамын, қарғысыма қаласың деп қорқытты да тайып тұрды. Ал Маржан қайдағы қара ниеттің күніне айналғанын, өзі қазған орға өзі құлайтынын бағамдай алмай қала берді. Ертесі күні Айдана түк болмағандай жұмысына келді. Ол іштей күйеуінің өлімі туралы хабардың келуін күтумен жүрді. Аудандық ішкі істер бөліміне жеткен суық хабар әлдебір полиция қызметкерінің азаппен өлтірген мәйіті табылғанын жеткізді. Қалтасынан қызметтік куәлігі шығып, оның кім екені де анықталып, жас маманның өлімі туралы жайсыз хабар қала ішін жедел естіп жүре берді. Сарапшылар оны әлдекімдер өлтіріп әкеп тастаған анық байқады. Мәйіт денесіндегі қатқан қан, ол жатқан жерге қан ізі тамбағаны, оны басқа жерде өлтіргенін айғақтай түсті. Яки көше бұзықшылардың қолынан мерт болуы екіталай деген болжам жасады. Құқық қорғаушылар жас маманның мінезіне баға бере отырып, оған қызмет бабында ешкімнің қастасуы мүмкін емесін білді де, енді жақын араласқан ортасын тексеруді ойластырды. Бір емес бірнеше рет сұрауға алынған Маржан қайғыдан қара жамалып, өтірік жылап, жауап беруден бас тартып жүрді. Қызметтестерінің ішінен Маржанға қаралы хабарды естірткенде жақынынан айырылған жандай қатты күйзелмегенін аңғарып қалғандары да болыпты. Алғашында мән бермеген олар кейінірек тергеу кезінде ол сәтті еске алуға мәжбүр болды. Тергеуші Маржанды іздеп үйіне неше мәрте келіп жүріп, күдік тудырарлықтай бөтен зат немесе бөгде жанды байқай қоймады. Келесі бір келісінде Мура мен Маржанның өз пәтерлерінде түскен фотоға еріксіз көз тоқтатты. Өмірдің бар азуын бірге ассақ деген екі жас жанарды күлімдеп өздерін бақытты сезініп тұр. Құшақтаса түскен екі жұптың ар жағынан түрлі түсті қалың кілем көзге ұрады. Осы сәтте тергеушінің көзі сырғанап барып, төргі бөлмедегі қабырғаға түскенде суреттегі кілем орнында жоқ болып шықты. Мұндағы кілем қайда кеткен деген сауалға Маржан немқұрайлы қарап, ескіріп қалған деп шолақ жауап берді. Тергеуші Жомартов әйелді сынаққа алмақшы болғандай әлгі суретті Маржанның қолына ұстатты. Маржан сыр бермеген соң оның артына із кесушілерді салуға тура келді. Тыңшылар көп ұзамай Маржанды анасымен бархолкыға жол шыққанын жеткізді. 4 сағат бойы олардың артынан жүрген уәкілдер әр қимылдарын бейнетаспаға түсірумен болды. Базаршылар бірден кілем сататын қатарда аралай бастады. Бұл күдік тұманын қоюлата түсті. Және басқа емес, дәл пәтерден жоғалған кілемдей кілемді сатып алғандары тағы да таңдандырмай қоймады. Пәтерлеріне оралған олардың ізін ала үйге енген тергеуші Жомартов кілем не үшін қажет болды деп сұрақтың астына алды. Ескінің орнына жаңасын алдық деген жауаптан соң тергеуші тағы сұрақ қойды. Ал ескіні қайда жібердің? Маржан ұзақ мүдіріп қалды да, алыс туысқанымызға беріп жібердік деп бөсті. Мұны қапысыз ұққан тергеуші Жомартов сол туыстарыңа алып бар деп қасарысты. Алайда өтіріктің құйрығы бірақ тұтам екенін сонда ұққан Маржан мән-жайды айтып беруге мәжбүр болды. Кілемді әлде бір таныстарының үйінен тауып берді. Жуылып тазартылса да, арнайы ұнтақ көмегімен кілемнен қан ізі табылды. Жалтаруға жол таппаған Маржан көз жасын көлдете отырып, болған оқиғаны бүкпесіз баяндады. Балгер таро белгілері атанған кемпір де азаматтарды жолдан жаңылыстырғаны үшін заң алдында жауапқа тартылып, өз жазасын алды. Қылмыс әлемінде сирек кездесетін сұмдық оқиғаға осылайша нүкте қойылған еді. 10 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылу жазасына кесілген Маржанның ауыр тағдыры өзгелерге
ащы сабақ болса екен.